утилизбор деп айтамыз, соны алып тастаймыз ба, қалдырамыз ба, әлде шекті мөлшерін төмендетеміз бе? Алдау сұрататын болса, бұл мәселе қайтадан шиқандай жарылуы мүмкін, бірақ ендігі жарылған кезде қатты жарылуы мүмкін. Санжарды сізде тарттыңыздар, керісінше ол сізде емес. Ешқандай авто өндіріс жоқ, тек қана авто құрастырушылар немесе этикетке ауыстырушылар бар екендігін ғана дәлелдеп жүргені рас. Сұр нарықтың лоббиі дейді. Мен қарсы сұрақ қойшы, сұр нарықты деп отырғаныңызда қандай олигарх топтар бар? Утилизбор енгізілмесін дегеннен пайда көретін топ жоқ бұл жерде. Бұл жерде халық қана бар болды. Өзбекстанда құрастырылған, Өзбекстанда дайын көлікті алып келді де, қазақстандықты бүкіл преференциялардан босатылып алып келеді, үстемен бағамен мемлекетке сатады. Бірге бір қосып. Бұл ма біздің отандық өндірісіміз? Автопром болу керек, бол жыртылып отырмыз. Зачем нам автопром? Бізге автопромды қалай дамыту керек? Автопромды дамытудың қажеті жоқ бізге, шындап келген кезде. Комбайн утилизбор енгізгелі бері X3 есе қымбаттап кеткен. Бүкіл ауыл шаруашылығы жер мәселесі, тағы да бір өзекті мәселелер көтерілген кезде, сонымен параллельно осы латын тақырыбын көтеретін. Бұны енді басында біз түсінбегенбіз жастау кезде. Орыстың қол астынан шығып, түріктің қолбаласы болуға біз қарсы болдық. Армысыздар, бұл Абай Лайф YouTube арнасы. Мен Абай Сейфулла. Каналға жазылыңыз, пікір білдіріңіз. Бүгінгі біздің қонағымыз қоғам белсендісі, спорт менеджері, өздеріңіз білетін азамат Нұрадин Садықов. Нұрге қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді сізді көбінесе спорт менеджері, Октагон ұйымының басшысы ретінде қазір көбірек танып жүрміз. Жекпе-жектер ұйымдастырып, көптеген қазақтың спортшы азаматтарын әлемдік аренаға шығарып жүрсіз. Бұл ісіңізге сәттілік тілейміз, әрине. Дегенмен де бұған дейін сіз елдегі саяси мәселелерге, қоғамдық мәселелерге көп араластыңыз. Оның ішінде енді қазір қайтадан күн тәртібіне шығып жатқан проблема ол алым. Утилизбор деп айтамыз, соны алып тастаймыз ба, қалдырамыз ба, әлде шекті мөлшерін төмендетеміз бе деген сияқты қазір даулар өте көп болып жатыр. Бұл тақырып сізге алыс емес. 2 жыл бұрын өте қатты осының басы-қасында жүрдіңіз. Сіз енді білмеймін, мүдде қорғадыңыз ба, әлде өзіңіздің азаматтық позицияңыз ба, әйтеуір сол мәселенің басы-қасынан табылдыңыз. Қазір не үшін тоқтап қалды деген сұрақ бізде туындады. Дегенмен сіз хабардар ғой деп шақырып отырмыз ғой. Сіз неге осы тақырыптан қазір алыстап кеттіңіз? Бірінші кезектен бұл мәселе қаңтар оқиғасынан кейін қатты көтерілді. Өйткені қаңтар оқиғасына дейінгі уақытта біздер белсенді түрде көтеріп жүрген болатынбыз. Утил алымға жол жоқ қозғалысының белсенділері. Ол жерде Санжар бар, тағы бір қатар жігіттер бар. Тілек, Берік деген секілді, Тимур деген секілді. Сонымен біраз көтеріп жүргеннен кейін бұл өкімет құлағына жетіп, қаңтар оқиғасынан кейін президент 6 қаңтарда жасаған мәлімдемесінде бұны реттеу керек деген, негізгі көтерілген мәселелердің ішінде бұны да реттеу керек деген нәрсені алды. Яғни айтарлықтай төмен түсіру керек утил алымның мөлшерін, сосын мемлекетке қайтару керек деген екі мәселені қойды. Сосын біз белсенді көтеріп осы мәселені соңына дейін жеткізуге тырыстық. Соңына дейін жеткізу деген не нәрсе? Сол президенттің тапсырмасы, сол уақытта айтқан, яғни айтарлықтай 50%-ға дейін түседі және мемлекетке қайтарылды. Яғни жасыл даму деген акционерлік қоғам құрылып, соның балансына берілді. Оған дейін оператор РОП деген жеке жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің қарамағында болатын, соған төленетін. Соны алып мемлекетке қайтарды. Бұл айтқан кезде жасыратын жоқ, мемлекетке қайтару бұл нені алымның түрін үшін әрекет еттік. Бірінші кезекте, сосын екінші кезекте халыққа қолжетімді болу керек деген. Осы екі мәселе бойынша өте белсенді әрекет жасадық, нәтижесінде сол 50%-ға түсті. Бірақ бұл біз күткен нәтиже болған жоқ. Себебі биліктің айласына жүрген азаматтардың айтысына қараған кезде президент айтарлықтай түсірдік. Мемлекетке қайтардық, бұдан артық не дейсің деген буквализмге салынды. Екіншіден, бұл уақыт аралығында, бұл қаңтар оқиғасынан кейінгі кезегде, бұл менің жасап жүрген қызметім үшін өлі ара кезең болды. Яғни турнир өткізуге ешқандай мүмкіндік жоқ. Мен бос болдым, былай айтқан кезде. Өйткені адамдардың жиналуы, оған рұқсат алу деген секілді мәселе біраз уақытқа дейін тыйым болды, естеріңізде болса. Ондықтан біз турнир өткізілмегеннен кейін, мен бос болғаннан кейін қоғамдық жұмыстармен араластық. Осындай қоғам үшін өте проблемаға айналған мәселемен айналыстық. Соны белгілі бір деңгейге дейін шешілуіне ықпал еттік.
Одан кейін бұл шектеулердің барлығы алынды. Мен енді ары қарай өзімнің қызметімді жалғастырдым, яғни спорттық менеджмент саласындағы жұмыстардың бәрін істеп бастадық. Бұл айтқан кезде сол уақыт аралығында неге сен утилизборды қалдырдың, анау сол, бірақ белгілі бір уақыт аралығында 50%-ға түскеннен кейін қазақстандық жаңағы авто саласына қан жүрді. Яғни сырттан көлік алып келе бастады, яғни утилизбор арзандағаннан кейін белгілі бір біздегі дефицит белгілі бір деңгейге дейін жойылды. Кейін бірақ үкімет қалай қулық жасады? Утилизбор түсіріп лайық сырттан кіре бастағаннан кейін, қан жүре бастағаннан кейін қайтадан кедендік алым мөлшерін көтеріп бастады. Сонда сол бұрынғы деңгейге қайтадан жетті. Яғни утилизбордың бұрын қымбат деңгейін уақытында икемдеп, яғни үкімет кедендік алым салығын деңгейін көтеріп тастады. Сетка жасап деген секілді. Сондықтан қайтадан бұл дефицит қайтадан орын ала бастады. Ортада 1,5 жылдай уақыт өткеннен кейін сосын қайтадан бұл мәселе күн тәртібіне шықты. Бірақ дәл сол уақыт аралығында бізбен келіссөз жүргізген министрліктермен болсын, қайсысымен болсын ескерткен кезде бұл мәселені толықтай түбегейлі шешіп тастамасаңдар, тым болмаса 2-3 жылға дейін болсын жаңағы мораторий жариялап мүмкіндік беріңдер, ел жұрттың халықтай көлікті әкеліп жаңағы тұрақты түрде жаңағы тұтынуға мүмкіндік беру керек, біраз қан жүргізуге деген кезде олай болмаған жағдайда бұл мәселе сендердің жаңағы сыздауық сияқты бір жерде толық емдемесең басқа жерінен шығатын сияқты бұл мәселе сендерге қайтадан шығады деп ескерткен болатынбыз. Тура солай болды. Қазіргі таңда бұл мәселе қайтадан күн тәртібіндегі өзекті мәселелердің біріне айналды. Бұл қазіргі таңдағы өкіметтің ұстанып отырған принципі тағы да солай, жаңағы былай айтқан кезде кетанол сияқты обезболивающий дәрімен емдеу ғана принципін ғана көздеп отырып, түбегейлі емдеуді көздеп отырған жоқ. Бұл келер жолы қайтадан белгілі бір уақытқа қазір кішкене жаңағы градусын төмендетуі мүмкін, бірақ қайтадан көтерілетін анық егер қазір толық шешпейтін болса. Яғни айтарлықтай түсіру керек, яғни утилизборға, утил алымға жол жоқ қозғалысының белсенділері көтеріп жүргендей, жаңағы 100 мың мен 200 мың теңгенің ортасында сол деңгейге апару керек. Сонда халықта кішкене наразылығы басылып, жаңағы көлік алып жағдайын түзеуге мүмкіндік болады. Сол арқылы біраз ел экономикасына қан жүре бастайды. Егер олай шешпеген жағдайда тағы да жаңағыдай алдаусырататын болса, бұл мәселе қайтадан шиқандай жарылуы мүмкін, бірақ ендігі жарылған кезде қатты жарылуы мүмкін, және бұл тағы да бір ондай бір үлкен саяси жарылыстарға алып келетін оқиға болуы мүмкін. Ал енді қазір бұл мәселені көтеріп жүрген Санжар Боқаев, иә? Сіздің Санжар Боқаевпен ұстанымыңыз сәйкес келе ме қазір? Иә, енді Санжар Боқаев біз утил алымға жол жоқ қозғалысын құрған кезде алғашқылардың бірі болып ұсынып, жаңағы топ мүшелерімен Санжарды қатарымызға тартайық. Өйткені 2004-2005 жылдары право руля деген қозғалысы болды, оның оң рөлді көліктердің неғылған. Содан нәтиже шығарып, біздегі оң рөлді көліктердің до окончания эксплуатации дейді ғой, қолданыс мерзім біткенге дейін қалдыруына ықпал еткен азамат екенін білем. Сондықтан бір университетте оқығанбыз, бізден жоғары курс оқыған, сол себепті Санжарды ортаға тартып, негізгі осы салада көп тәжірибесі болғандықтан бірге жұмыс жасауды ұсыныс жасаған болатынбыз. Сондықтан көзқарасымыз бұл тұрғыда сәйкес еді, көтеріп жүрген мәселелері бәрі орынды. Яғни Қазақстанда ешқандай авто өндіріс жоқ, тек қана авто құрастырушылар немесе этикетке ауыстырушылар бар екендігін ғана дәлелдеп жүргені рас. Санжарды сізде тарттыңыздар, керісінше ол сізде емес? Жоқ. Санжар кейін бізден сәл кейін келді. Біз жаңа қозғалыс жасап, қозғалыс бірінші кабельный продукцияға утилизбор енгізуге үкімет көтерген кезде соған байланысты құрылған. Негізінен. Мен оны Фейсбуктан көріп қалып, сосын ол жігіттерге жазып, жігіттер көлік утилизациялық алым бар, бұл мәселені де көтеру керек деп жазып, сонымен бірлесіп жұмыс жасап бастағаннан кейін ғана Санжарды тағы бұл өзімізді отырыстарға шақырып, содан араласып, ой пікіріміз бір жерден шығып, әрі қарай жұмыс жасап кеттік бұл жерде. Енді жасаратын жоқ, сол өте активно жасаған кезде орыс тілді спикер ретінде Санжар, қазақ тілді спикер ретінде мен көбірек уақыт бөліп айналысқан уақытымыз болатын. Сол себепті бұл жерде кейбір мәселелерге келген кезде, саяси мәселелерге келген кезде мүмкін көзқарасымыз үйлеспейтін шығар. Бірақ дәл осы утил алым мәселесіне келген кезде Санжармен көзқарасымыз толық үйлеседі.
Енді осы тұста төтенше сұрақ қояйын, иә. Санжардың осы мәселемен белсенді айналысуына және сіздің белсенді қатты кірісіп айналысқаныңызға не мотивация, не түрткі болуы мүмкін? Енді сіздер мемлекеттің позициясын қорғап жатқан жоқсыздар, өздеріңіз азаматтық позиция ретінде. Не түрткі болуы мүмкін? Сізде мысалға мындай сұрақ туады, бұлардың артында ірі топтар тұр, бұлар өздігінен спортпен айналысып жүре бермей ма, Санжар өзі жаңағы бизнесмен айналысып жүре бермей ма деген сияқты сұрақ. Бұл жерде былай, мен жаңа сөзім басында айтып кеттім ғой, менің айналысып жаңағы атқа жайдақпен шауып кетуіме ең бірінші ықпал еткен нәрсе менің бизнесім тоқтап қалды. Яғни бизнес тоқтағандағы не нәрсе? Бірінші кезектегі дүмпу, халықтың дүмпуі қаңтар оқиғасын алып келді. Қаңтар оқиғасы неден болды? Көліктің айналасындағы мәселеден болды, газ елуден шықты, ұмытпасаңыздар. Газ елу деген не? Бұл көліктің мәселесі, яғни батыс өңіріндегі көлікпен жан бағып жүрген азаматтардың осы көліктің жанармайының, яғни газдың қымбаттығынан бастап, оның ар жағында көліктің қымбаттығынан бастап, көліктің жетіспеушілігінен бастап туындаған нәрсе. Яғни бұл жерде кез келген сәл басында қауашағында миы бар адам болатын болса ойланады. Яғни елдегі тұтастықты, бейбітшілікті не бұзады? Елдегі тұтастықты, бейбітшілікті экономикалық, әлеуметтік теңсіздік бұзады. Оған ең бірінші алғы шарттары, себептері неде? Дәл сол уақытта. Ең бірінші негізгі халықтың негізгі наразы бөлігінің наразы болып отырған себебі белгілі бір олигархаттың халықтың қарапайым көлік әкеліп мінуіне кедергі етіп отырғандығы. Осы мәселе бізді негізінен мен жеке өзімді осы мәселе толғандырды. Неге мен сырттан көлік алып келсем, тағы бір көліктің құндай нәрсені жекелеген ТО-ға төлеуім керек деген. Менің о баста 2010 утилиз болды, қозғалыс құрылмай тұрған кезде бұл мәселені жазғам. Ол кезде жаңағы ескі Қазақстан, Әлия Назарбаева болсын, басқа сол семья күшінде отырған кезде ең бірінші Кореяға мен боймен барам да, қайтарда бір көлік алып салып жіберем. Оформлениесі келіп қарасам, ТО жаңағы көмекшім жасаған нені қарасам, квитанция оператор ТО РОП дегенге төлеген. Қалай мен ТО-ға төлеймін? Анаған сұрайым, сен қайда төледің? Мен солай төледім, солай өкімет солай деп қарап зерттеп қарасам, расында да мен жеке ТО-ға төлегенмін. Сондықтан осы наразылық менде сонан келіп туындады. Назарбаеваның қалтасында мен сол кезде бәленбай ақша төлеген, бәленбай миллион. Осыны ойладым, бұл не үшін мен бұны төлеуім керек деп, содан шығып осы нәрсені көтеріп, зерттеп қарап жүрген кезде жаңағы кабельмен айналысып жүргендерге жолығамыз, осы нәрсені мемлекеттік деңгейде көтере бастаймыз. Сол сияқты бұл мен сияқты миллиондаған адамдардың наразылығы. Бұл қайтадан сол наразылық қаңтар оқиғасын көзбен көрген адам ретінде, ішінде жүрген адам ретінде, сол кезде жаңағы блокпосттарда тұрған адам ретінде, мен бұл халықтың мұң-мұқтажын естіген адам ретінде білдім. Яғни халыққа ең бірінші керегі қармақ. Яғни күнкөріс, жан бағысқа керек дүние. Ол не? Ол көлік. Ол автомен болсын, бала шағасын жаңағы таксовать ететін болсын, бала шағасын таситын болсын, басқа болсын. Енді кез келген бұрыннан бергі көшпенді халықтың ең басты нәрсесі жаңағы керек нәрсесі. Бұл көлік астындағы аты. Ал енді аты оңсыз болатын болса, жаңағы тепең торы болатын болса, бұл жүйрік емес болды. Оқтан оның бірінші наразылық туындайды. Бұл осы мәселеде көтерген нәрсем сол бұл. Яғни бұл халықтың тым болмаса ең бірінші необходимый нәрсесін беру, қажеттілік. Бұл көлігін. Бұны көлікті алуына кедергі келтіріп отырған не? Белгілі бір олигархаттық топтар. Жақсы, отандық авто құрастыру, отандық автонарықта жұмыс істейтін жаңа автокөлік құрастыратын топтар, олар олигархтар деп атап отырсыз. Ал енді утилиз бұр жоқ деген қозғалыстың артында сұр нарық, яғни сырттан көлік әкелетін нарықтағы олигархтар деген бізде қазір сондай бір пікір пайда болды. Сұр нарықты лоббиі дейді. Мен қарсы сұрақ қойшы, сұр нарықты деп отырғаныңызда қандай олигарх топтар бар? Енді көптеген бизнесмендер бар, сырттан көлік әкеліп осында сататын. Олар аз емес, солар бірігіп осыған қарсы келіп отыр дейді. Бұл сұрақ. Просто мен риторикалық сұрақ қойып отырғаным ғой. Енді мен көзбен ұстап, қолмен шұқып айтып бере аламын. Мысалы, утилизбордың артында кім тұр деген кезде, бұл жерде нақты Сарыарқа автопром тұр. Бұл жерде жаңағы Allure Group, Сарыарқа автопромға қарасты Нұрлан Смағұловтың компаниясы тұр деп атпен атап түсіністеп бере аламын. Ал мына сері нарықтың артында қандай бір олигархатты маған ұстап беріңіздерші маған. Бар ма сіз айтыңызшы солар? Жоқ болғаннан кейін, егер бар болатын болса, менің әлі күнге дейін, мен мысалына сол уақыт аралығында мен есептеп қарап отырсам, Астанаға 40 шақты рет келіп кетіппін, тек сол тақырыппен. Менің бірде бір жол
билетімді, ұшаққа билетімді немесе бірде-бір жататын орнымды бірде-бір олигархаттық топ төлеп бермеген. Сонда кім төлеп берген? Мен өз қаржыммен келдім сол уақытта. Өз қаржыммен келдім. Мына жерде менің өзімнің боецтерім бар, яғни спортшыларым. Олар кейде гостиница, олар квартира жалдап береді. Қасымда күзетте жүрген кездер болды. Сол уақыт аралығында күнде 2 спортшы күзетіп жүрген кездер болды. Бірге жатып, бірге тұрып. Неге? Бұл жерде менің артымда олигархаттық топ тұратын болса, менің жолымды басқамды төлеп бермеймін. Ондай жоқ. Мен барлығын өз қаржыммен төлегенмін. Сол сияқты Санжарда болсын, ана қалған жігіттерде болсын, өз қаржысымен келіп жүрген жігіттер. Бұл жерде ешқандай олигархаттық топ жоқ. Яғни утиль сбор енгізілмесін дегеннен пайда көретін топ жоқ бұл жерде. Бұл жерде халық қана бар болды. Менің артымда тұрған олигархаттық топ сол кездегі болсын, қазірде болсын, ол халық, басқа ешкім емес. Енді келесі өте көп қойылып жүрген сұрақ, қазір утиль сбор алымынан ақшаны алып отырған кімдер деген кезде енді отандық әртүрлі мынау отандық өндіруді қолдайтын азаматтардың пікірі мынадай: отандық автоқұрастыру зауыттары утиль сбордан ешқандай ақша алмайды. Себебі олар ақшаны жаңа көлік келгеннен кейін құрастырып болып, вин кодын салып болғаннан кейін ол ақшаны қайтадан жасыл дамуға қайтарып береді. Олар пайда көріп отырған жоқ. Сонда оларға бізге қатысты одан пайда жоқ. Себебі сондықтан да бұл мәселенің артында біз тұрған жоқпыз деген мәселе. Олар қандай пайда көріп отыр отандық автомобиль? Бірақ ғана мысал айтайын. Осыдан 10 жыл бұрын бізде Peugeot, Geely, Sanyon құрастыра бастады. Одан БРК-дан $93 миллион ақша алынды. 0,1%. Одан кейін сәл уақыт өте келе бізде Sanyon Nomad құрастырамыз, қырамыз, жоямыз деді. Сөйтті да БРК-дан $62,2 миллион ақша алды, самұрық қазынадан. Одан кейін сәл уақыт өте келе бізде Toyota Fortuner құрастыратын болдық. Одан $45 миллион алдық мемлекеттен, самұрық қазынадан. Автоөндірушілерің сіздің айтып отырған қайда? Жоқ, утиль алым емес қой бірақ ол. Жоқ, мен айтайын деп отырмын. Яғни сіз жинаған утиль алымның қаржысы жаңағы самұрық қазына арқылы осы не қылу, пайда көріп отырған жоқ деген сөз сұрағыңызға жауап беріп отырмын. Қазір оған келе жатырмын. Пайда көріп отырған жоқпыз деп отырған. Барлығы жоқ, ешқайсысы қайтарылған жоқ. 200 штук Sanyon Nomad құрастырылған, 45 миллион долларға 45 штук Fortuner құрастырылған, басқа ештеңе жоқ. Қайда сол мемлекеттің ақшалары? Ал енді сіз айтып отырған нәрсе, біздің отандық авто өндірушілердің тырнақшаның ішіндегі мемлекеттің алатын преференцияларын санап берейін. Егер сіз зауыт салам десеңіз, сізге тегін жер береді. Өкпетті пайда алып отырған жоқпыз деп отырсыз ғой. Сырттан аңларын айтып отқан ғой. Екінші, утилизациялық алымнан босатылады. Утиль сбор деп отыр ғой. Мысалы, мен әкелсең, сен әкелсең көліктен утиль алым төлейсің. 3 кубтан ары қарай болатын болса, өзің білесің. 3 кубқа дейін қанша төлейтінін айтпай ақ қойын, цифраларды өздеріңіз қарап аласыздар. Ол ешқандай утиль алым төленбейді. Растаможка жасалмайды. Растаможка қанша төлейтінін білесіз, не қылатын, жаңағы кедендік алым салым. Жаңағы сіз сияқты, біз сияқты жаңағы сертификат неге төлемейді. Эра, ГЛОНАСС, анау мынау деген секілді. Бүкіл НДС-тен босатылады. Рахат қой, беспроигрышный бизнес. Соның барлығын есептеп, совокупность есептеп келген кезде мемлекетке недоплачивать дейді, төленбейтін қаржылық преференцияларын есептеген кезде, сөйте тұра бағасын, енді аналардың барлығын үстіне қосқан кезде, мысалы Кореядан 10 миллион теңгеге алып келдің, мысалы Елантраны, санатаны нейші, сен аналардың бәрін алып тастаған кезде, сенде тек жол шығыны ғана қалады, болды, басқа ештеңе жоқ қой. Бірақ сен әрі кеткенде 10 миллион 200-ге сатуың керек қой, ол саған 20 миллионға сатады. Как будто аналардың бәрін төлеген құсап, үстіне еще маржасын қосып. Онда олар қалай пайда көріп отқан жоқ? 200% пайда көріп отыр. Оқтан олар сол үшін бұлар жаңағы бұндай майшелпектен айырылғысы келмейді. По факту, егер шындығында да біздің зауыттарда құрастырып отырса екен ғой, мақұл. Бізде жаңағы өндіріп отырса екен ғой. Ешқандай өндіріп отырған жоқ қой. Кешегі біздің өкіметтің бүкіл нелерге госсакуппен берді. Алматыда, Астанада білмеймін енді, Chevrolet Onix көлігін берді. Оның қаншалықты лажа екенін көрдіңіз. Мына жағында Өзбекстанда құрастырылған, Өзбекстанда дайын көлікті алып келді да, қазақстандықты бүкіл преференциялардан босатылып алып келеді, үстемен бағамен мемлекетке сатады, бірге бір қосып. Бұл ма біздің отандық өндірісіміз? Мен ана комбайндарды, жаңағы сельхозтехниканың айналасында, жүк көліктерінің айналасындағы әңгімелерді айтпай ақ қояйын. Қарапайым сізбен біз көріп отырған дүниелерді. Осыншама преференциялар алады да, енді тым болмаса, мысалы, ол Chevrolet Onix-ті 5 миллионға кеп отырса, 5 миллион 200 мыңға сатса болады ғой, мысалы деп жатырмын. Онда молодец жігіттер, красавчик, сен преференцияны пайдаландыңдар, үстіндегі жол шығынын не қылыңдар, кішкене 5% пайдаларыңды қойдыңдар да саттыңдар, жақсы дейтіндей. Ондай болған жоқ қой. 8 миллионнан сатып жатыр. Мысалы,
өлген кезде оны қаншалықты заводтан оптом бағамен алатынымызды білмейміз мысалы. Сол себепті бұл жерде бұлар былай айтқан кезде халықты барынша қанаумен айналысып отырған ұйымдар деп айтуға толық негіз бар, компаниялар деп. Яғни мемлекеттік рычагтарды пайдалана отырып, мемлекеттің берген нелерін, олардың келтіретін аргументтер, біз утилизбор төлейміз дейді. Иә, утилизбор төлегенді қайтадан бұларды стимулированиеге қайтарып береді мемлекет. Бұлар қайтарып мемлекетке бұлар кірген кезде утилизбор төлейді, бірақ насчет стимулирования государственного автопрома олар қайтарып береді. Мемлекет бұларға стимулирование үшін қайтарып береді. Яғни утилизбор төлемеді деген сөз. Мен саған кіргізген кезде, мына айфонды кіргізген кезде 5 теңге берем, осы сен отандық өнім құрастырып жатсың, 5 теңгені қайтарып береді, шығын қандай? 0 теңге ғой. Тура сондай бұл жерде. Яғни бұл жерде насчет стимулирования государственного мемлекет отечественного автопрома деген нәрсені қайтарып береді. Сондықтан бұл жерде бұлар ешқандай ұтылып отырған жоқ. Ұтылып отырмағаннан кейін осынша мықты күрес жүріп жатқандығы. Ал мен одан бөлек біздің кедендік одақ мемлекеттерге мүше мемлекеттерде сатылып жатқан комбайндардың бағасының әртүрлігін есептейтін болсақ, мысалы кластың комбайн, жаңағы лавол тракторының тура біздің кедендік одақта, мысалы Белоруссияда қаншадан сатылып жатқан, бізде қаншадан сатылып жатқан есептеп отырсаң, біз олардың ынсапсыздығын көруге болады. Бізде енді екі техника құрастыратын зауыт бар ғой, иә? Ауыл шаруашылық техникасы. Оларға беріледі утилизбордың ақша неге дамыту үшін. Иә, стимулирование. Енді тағы бір келтіретін аргумент бұл тараптың. Онда утилизборды алып тастасақ, ауыл шаруашылық техникасын өндіру тоқтайды, экология мәселесі, жаңағы біздегі әртүрлі ескі көліктер кіргеннен кейін. Үшінші, жаңағы автобус паркі жаңармай қалады. Төртінші, қай бағытқа жұмсалады, одан кейін 100 миллиард теңге жаңағы 4% кредитке берілетін. Осы мәселенің барлығы түсіп қалады. Онда біз отандық автопромды 5 жыл, 10 жыл, тағы да 30 жыл дамытпай қояйық дейді. Алып тастап дейді. Оған не дейсіз? Сіз егер кофейня ашасыз, иә? Кофейня ашасыз, мына жерде тұр ғой мысалы. Кофейня ашасыз, кофейняңыз сізге ешқандай пайда әкелмейтін болса, абсолютно жаңағы минусный, дотационный бизнес болса не істейсіз? Соңында да сол кофейняны ұстайсыз ба? Сол таңертең барып бір шыны кофе ішу үшін, достарыңыз келген кезде мақтану үшін сол жерге барып мен кофейням бар деп көрсету үшін. Ұстайсыз ба, ұстамайсыз ба? Жабасыз. Ақымақ емессің ғой, жабасың ғой. Одан да мына жолдың арғы бетіндегі кофейняға барып кофе жасаған тиімді ғой сізге. Біздің мемлекеттің қазіргі әрекеті тура сондай. Яғни менің кофейням бар деген айту үшін ғана жасап отырған дүние қазіргі таңда. Себебі жаңағы сіз айтып отырған утилизборды енгізгеннен бері 2015 жылдан бергі автопром жаңарды ма? Жаңарған жоқ. Статистиканы алып қарасаңыз, мен қазір мына жерден отырсаңыз әңгіме ұзаққа кетеді, бірақ біздің отандық автопарк 5-7 жылға дейін ескіріп кетті. Яғни орта автокөліктердің. Екінші, экологиялық жағдай ахуал жасарды ма? Жоқ. Мүлдем құлдырап кетті. Өйткені ескі көліктер тіптен көбейіп кетті. Себебі сырттан сәл жылы жаңа көлік алып келу мүмкін емес. Түтіні бұрқыраған көліктермен әлі күнге дейін жүр ауылдарда. Яғни утилизация зауыттарды экологиялық жағдай жақсартады дейсің. Утилизборды енгізді, утилизацияға жібереміз деді. Бір утилизациялық зауыт бар ма Қазақстанда қазіргі таңда жұмыс істеп тұрған? Жоқ қой. Хотя мемлекеттен субсидия алып жатыр, жаңағы мемлекеттен ынталандыру алып жатыр. Қайда біздің утилизацияға жіберетін зауыттарымыз? Жоқ. Жаңағы тура Қожа Насырдың нәрсесі ғой. Баяғыда Қожекең, мен кішкене әпсана айтып берейін. Қожекең бүйтеді екен. Айтыңыз. Иә. Кішкене сәл разгрузка болсын. Қожекең баяғыда базардан барып жұмыртқа сатып алады екен 10 теңгеден. Үйіне әкеледі екен да, кемпіріне айтады екен, кемпір, жұмыртқа келдім, жұмыртқа пісіріп сатамыз деп. Жақсы дейді. Барады екен да, базардан, тастақтан деген сияқты отын сататын базардан отын алып келеді екен. Оны алып келеді да, от жағып, ананы пісіріп, жұмыртқаны пісіріп, базарға апарып қайтадан 10 теңгеден сатады екен да. Сосын ана сұрайды екен, ой Қожекең, мынау не движение, сенікі қызық болды ғой, 10 теңгеден алып хотя бы 10 теңгеден 12 теңгеден сатпайсың ба десе, болады, қанағат, зато постоянно движениеде боласың деп айтады дейді. Мына жердегі тура біздің өкіметтің нәрсесі сол. Менде автопром бар деген нәрсе. Яғни бұл жерде сырт көзге қарасаң, сол үшін ғана ұстап отырған сияқты. Яғни өкіметке ешқандай бұл жерде пайда көріп отқан жоқ. Яғни олар Өзбекстандағыдай миллиардтаған қаржы салық төлеп отырса екен, әңгіме басқаша. Яғни пәленбай Өзбекстандағыдай жаңағы 500 мың автокөлікке дейін жаңағы мощность жұмыс жасап тұрса екен, шығаратын. Ол жоқ. Қаншама адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отырса екен, ондай жоқ.
Өзбекстандағы біздегі утилизбор шектеулері бар деп бізге мысал келтіреді да. Ал бірақ Өзбекстандағы автопром мен біздің автопромның жағдайын салыстыратын болсаң, және Өзбекстанға құйылып жатқан ақша мен біздің мемлекет тарапынан құйылып жатқан автопромға құйылып жатқан ақшаны есептейтін болсаң, жер мен көктей, бірақ біз түк те бітірген жоқпыз. Не үшін онда үкіметке қандай пайда, егер олар пайда көрмейтін болса? Вот үкіметтің айналасындағы адамдардан сұрау керек, сендерге не пайда деп. Негізінен. Сіздің тұжырым? Менің тұжырым бұл жерде белгілі бір олигархаттық топтардан бөлісіп отыр, бұл басқа ештеңе емес. Яғни үкіметте нақты оны лоббировать етіп тұрған кім? Өзіңіз білесіз, бұл жерде утилизборға қарсы қандай тұлғалар бар бізде? Скляр. Содан басталып, сосын Лаврентьев тағы кімнің тағы басқа да компаниясы. Сондықтан бұл жерде бүкіл таслақтырсаң қазір қандай бір проблеманы шет шығатын болса, Склярға барып тиетін деңгейге жетті. Енді оны ашық айту керек. Депутаттарымыз бар ғой біздің, бір-екі депутатымыз көтерді бұл мәселені, төмендетейік деді. Нақты қазіргі шешілейін деп отырған мәселе қандай қазір енді? Енді бір ортақ шешімге келетін шығар, жұмыс тобы жұмыс істеп жатыр. Өткенде Санжар сияқты азаматтар барып келді Қостанайға, жұмыс тобына қатысып жатыр отырыстарына. Меніңше тағы косметикалық қана өзгерістер болады. Бұған міндетті түрде жұмыс тобындағы осы утиль алымға жол жоқ қозғалысының белсенділері көңілі толмайды, халықтың да көңілі толмайтын шешімге келеді деп ойлаймын. Яғни мынау сол жұмыс тобының айналасында жасап жатқан жаңағы арзан ходоктарының өзі дешевый ходки дейді ғой, соны аңғартады. Яғни бұл шынайы компромиске келіп мәселені шешуге пейілді тарапты көріп отырған жоқпын үкімет тарапынан. Бұл жерде тағы да сол алдал сұрату, тағы да уақыт ұту, тағы да халықты алдап соғу әрекеті ғана көріп отырмын болды. Неге сұр нарықтан қатты қорқады? Себебі мына жақтағы сатылым мүлдем тоқтап қала ма, егер де сұр нарыққа егер рұқсат берсе, утиль алымның бағасын алып тастап? Себебі мен сізге бір нәрсе айтайын, бизнеске екі жақ енді бәсекелестік болу керек ол кезде. Біздің автопром ешқандай бәсекелестікке қабілетсіз автопром. Бір нәрсені ғана айтайын, бізде нарық жоқ. Яғни 20 миллион халыққа сен не сатасың? Орысқа сатасың ба? Сата алмайсың. Өз автопром бар. Өзбекке сатасың ба? Сата алмайсың. Қырғызға сатасың ба? Сата алмайсың. 20 миллион халыққа ғана Қытайға сатасың ба? Қытай саған сатып отыр. Яғни бізде нарық жоқ. Яғни мен тағы қайталап кофейнен мысалына келейін. Сіз барып анау Қосшыдағы трасстың бойына керемет қылып Starbucks ашып қоясыз ба? Трасстың бойына емес, ауылға дейінші, бір ауылға. 500 миллион теңгеге қанша бізден 500 мың доллар франшизасы ғой, сатып алып, соның франшизасын сатып алып, білмеймін, Қоянды ма бір ауылға апарып Starbucks ашасыз ба? Ашпайсыз ғой, кішкене сәл логикалық ойлайтын адам айтады ғой, ана жерде трафик жоқ қой, айналайын, ондай халық жоқ қана, 500 мың доллар тек франшизасы сатып аласың, оған қанша ақша саласың, тағы 200 мың доллар саласың, ол сені ақтамайды ғой. Біздің өкіметтің қазіргі жасап отырғаны тура осындай әрекет. Яғни 20 миллион халыққа, ешқандай қосымша нарығы жоқ халыққа автопром ұстаудың қажет жоқ. Яғни сен ол Қояндыға апарып кофейня ашқаннан гөрі, оның несі табиғаты ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығына қолайлы болса, сен ол жерге барып мал өсіресің ол ақшаға. Яғни кішкене мына кризис менеджерлік мышление жетпейді бізге. Яғни біздегі, жаңа айтып отырмын ғой, досына мақтану үшін Қояндының бір бай ауылына келіп Starbucks ашқандай әрекет бұл жерде. Ол Starbucks ол жерге керек жоқ, ол жерге ол конкретно мысалы жаңағы ауыл шаруашылығы мал шаруашылығын өндірген жақсы шығар, мысалы жылқы өсірген. Ол ақшаға пәленбай отар жылқы өсірген әлдеқайда тиімді болуы мүмкін, бірақ оның ойында жаңағы детский травма сақтап кеткен, баяғы Starbucks ашу керек деген. Тура сондай отыр. Бізге автопром болу керек, болды жыртылып отырмыз. Зачем нам автопром? Бізге автопромды қалай дамыту керек? Автопромды дамытудың қажеті жоқ бізге, шындап келген кезде. Сіз қарсысыз ба дамытуға? 20 миллион халыққа қалай сатасың деймін, менің айтып отырғаным сол. Одан да соған келейікші енді. Мен одан да сен Қояндының халқын жұмыспен қамтитын басқа нәрсе ашсай, сен ол жерде нәски өндіретін біз өзбектен қаламыз ба, орыстан қаламыз ба, неге қалуымыз керек? Өзбектің қанша халқы бар? Енді 30. Бізден екі еседей халқы бар. Бізді көбейеміз ғой. Және ол бізге сатып жатыр. Ол басқа мемлекеттерге сатып жатыр. Және оның автопромы бәсекелестікке қабілетті, олар мынандай налоговый преференциялар жоқ олардың біздікіндей. Бірақ соның өзінде олар нарықты выжимать етіп, нормально әрекет етіп жасап отыр. Ал біздің автопром бизнеске қабілетсіз, автопром жасауға қабілетсіз, яғни шала жансар бала.
Сен оны ешқандай таланты жоқ баланы алып келіп сен апарып Димаш қыла алмайсың ғой, айналайын. Сол сияқты нәрсе ғой бұл. Онда отыра береміз ғой бүгін онда. Жоқ, басқа нәрсе. Бізде неге ауыл шаруашылығын дамытпайсың? Неге икемің бар? Соны қояндыға не жарайды? Соны сат деп жатырмын мен. Кішкене менеджментті өзгерту керек, мышленияны өзгерту керек. Бізде мына өкімет басында отырғандарды жаңағы детский психологический травмасы қақып кеткен, мен Өзбектің автопромы бар, содан қалмаймын деген сияқты. Хотя біздің артықшылығымыз неде деген нәрсе? Туризм дамытпайсың ба? Туристік бүкіл нәрселер бар. Бір туризмге неғылған инфраструктураң жоқ. Туалеттің мәселесі күн нешегі болды көтеріліп жатқанына. Оны көтеріп, оны бір туалет реттей алмай отырмыз трассаны. Жолды реттемейсің ба туризмге инфраструктура жасап? Жасайтын нәрсе көп. Біздің салада ақша табатын сала көп. Бірақ бір нәрсеге зациклить етіп қалмай. Егер бір нәрсе бизнес ашасың, егер мемлекеттік менеджмент былай тұтас менеджменттік бизнес деп қарайтын болсаң, жүрмей жатса айналайына ол нишан жабасында басқа ниша ашасың ғой, пайда табатын. Мен осы ақымақ емес шығарып, кішкене ойланайыншы, бала шағам немен асырауға болады. Может мен нәскидің жасайтын цех ашсам, бір кішкене пайда болатын шығар. Өзбекке нәски сатсам, немесе өзбекке дамбал сатсам, хотя бір пайда болатын шығар деген нәрсені ойлауың керек қой сен. Тек жоқ автопром шығарам деп ойлана берме. Онда мүлдем болмайды ғой бізде автоқұрастыру, автомобиль шығару деген. Мен тағы да қайталап айтам. Жоқ, түсіндім ғой енді. Сіз жаңағы пессимистік емес, біз енді барлық саланы қолдайық деген пікір ғой. Барлық саланы не қылады деген нәрсе. Иә, бір нәрсені адам күшін шақтау керек. Қазақ айтады, көрпеңе қарай көсіл дейді. Аяз би әліндер құбырсқа жолын кішкене нарықты икемдеп қарау керек, кішкене нарықты зерттеу керек. Не сатылады, бізге не жетпейді деген. Мен бірақ нәрсе айтар едім. Біздің Қазақстанды Швейцария сияқты туристік орталыққа айналып жүруге мүмкіндік бар. Бірақ біздің Қазтуризмнің қазір жасап отырған әрекетін қарайтын болсаң, қарның ашады. Миллиардтаған қаржы бөлінеді, бірақ бір туалет салудан әлі ашпай отырмыз, ол туалеттердің барлығы жабық. На то пошло. Яғни өткен туризмді, келген туризмді тонап кетуден әрі аспай жатырмыз. Біздің туризмнің жағдайы жасап отқан. Өзбекстанның соңғы 5 жылдағы туризмге жасап отқан саясатын байқадыңыз ба? Есіктен кіргеннен бастап шығарып салғанға дейін бүкіл жағдайын жасап береді қазіргі. Жарыстан туризммен жарыссайшы, айналайын, автопромда нең бар, шаман келмейтін, жаңағы қарға, жаңағы тырнаға ілемдеп шат айырылыпты деген әңгімесі болады да, бұл жерде жүрсін саламын деп. Ол келмейді, бұл жерде басқа жарысатын нәрсені табу керек. Егер сен сол кішкене жарысу деген нәрсе ішке жібермей жатса, ақша әкелетін, пайда әкелетін сала, ауыл шаруашылық саласы. Біздегі жер мәселесі, су мәселесі деген күн тәртібінде тұр. Мысалы, ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру шешілмей жатыр. Көлікті сырттан ала берейік дейсіз ба? Көлікті сырттан ала берейік. Қай мемлекет бізде әлемдік алпауыт, сен мысалы сен Қытаймен тайталаса аласың ба? Қазір Қытайдың автопромымен. Алматыда завод салып жатыр үлкен. Иә, ол мына жерге келіп салып жатыр. Қытаймен тайталаса алмайсың. Біздің азаматтар бар жұмыс істейді дейді жүрді мыңдап. Мен тағы бір нәрсе айтайын. Азаматтарға жұмыс береді дейді солай. Енді аргументтерді айтып жатырмын. Жоқ, аргументтермен контраргумент жасайын да. Автопромда қазіргі бүкіл вместе взято по всему Казахстану 5000 адам жоқ жұмыс істеп жатқан. Санадыңыз ба? Иә, бізде кәдімгі официальный статистика бар. Қазіргі кездегі ойбай пәленбай зауыт бар дегенде 5000 адам жоқ. Ал ауыл шаруашылық саласында қанша адам? Сен кішкене сәл бағамдап қарауың керек қой, айналайын-ау. Сен енді бір балаң аштан бір балаңды өткізем деп қалған 5 балаңды құрбандыққа шалмайсың ғой. Қалған 5 балаңның жағдайын жасасаң, қайта ол бесеуі көтеріліп бір баланы тартып кетеді ғой, керісінше. Бізде жоқ, бір баланы алып пере береміз осы адам болады деп. Мына жақта 5 балаң өліп жатса, басқа салаларын күйреп жатса, қирап жатса да шаруасы жоқ. Бір автопромды көтерем деп ауыл шаруашылық саласын күйреп тастағанымыз шаруамыз жоқ. Бір автопромды көтерем деп логистика саласын өлтіріп алғанымыз шаруамыз жоқ. Бір автопромды көтерем деп кәдімгідей қалған күнкөріс шағын және орта бизнес өлтіріп алғанымыз шаруамыз жоқ. Айналайын-ау, кішкене ойлану керек қой. Бір баланы, бір шала жансар ДЦП-мен ауыратын балаңды көтеріп, адам жаңағы оны олимпийский чемпион қылам деп жүрген кезде, просто далаға шашқанмен де тең, бүкіл энергияңды, ақшаңды. Онан да сау 5 балаңды адам болсайшы, ана бір ДЦП балаңды ары қарай күнкөрісін несін көбектесіп жүреді. Мысалдар жетерлік осындай. Біз алып кеп зациклить бір салаға не қыла береміз, ол өнбейтін, өспейтін, ол ешқашан олимпийский чемпион болмақтың өздігінен жүре алмайтын балаңды алып соған бүкіл ақшаны саласың. Қысқасы, автопром керек емес деген позицияңызды түсіндім. Мысалдарды түсініп жеткіздіңіз. Келесі мәселе, жақсы, біз автопром болмасын дейік. Қазақстанда жаңағы сырттан азаматтар, шағын топтар өздері көлік алып кеп сатсын, немесе өздері мініп жүрсін деген. Бұған мен автопром, бір нәрсе резюмен дұрыстап алайын. Автопром болмасын деп отқан жоқпын. Бизнеске қабілетті болса, жасасын. Болмаса керек емес деп едіңіз ғой енді. Бірақ ақша бермеу керек. Ақша бермеу керек. Мысалы, мен бизнес ашсам, менің бизнесімді мемлекет субсидировать етпейді. Сен кофейня ашсаң, бизнесін субсидировать етпейді.
жаңағы асхана ашсаң бизнесін субсидировать етпейді. Субсидирование деген елдегі қандай да бір саланы дамытуға берілетін преференция ғой. Преференциялар. Болмаса да дамымайды. Егер мен қазір салық төлемей қойсам, 10 теңге салық төлемей қойсам, мен бүкіл шөтімді жауып тастайды. Миллиардтаған қаржыны неге желге ұшырып жүреді, бірақ бұларды ешкім шөтін бұлақтанбайды, ары қарай бизнес жасай береді. Бұл қалай сонда? Ол әлеуметтік конституциялық теңдік деген қайда? Ондықтан жасасын, егер конкуренцияға төтеп беретін болса, бизнес моделі дұрыс болатын болса, финансовый моделі дұрыс болатын болса, пожалуйста жасай берсін. Бұл запрет қою деген сөз емес. Бірақ бүкіл нәрсені алып, соған аузына тыға беріп, қалған саланы өлтіру керек деген сөз емес. Енді автопром болмай бәсекелестікке беріп, сырттан көлікті арзан бағаға әкелуге рұқсат берсе, онда түсінікті қарапайым халыққа пайдасы бар, арзан көлік алып мінуге. Ол жаңағы ескі болсын, жаңа болсын, ал бұл осылай жаппай сырттан көлік кіруден қандай рисктер бар? Соны объективті тұра айтайықшы, қандай рисктер болуы мүмкін? Бізде енді рисктерін көп келтіреді ғой, қарсы тарап. Сіз қандай рисктер бар деп айтылады? Ешқандай риск жоқ, пайда. Мен сізге қайта кіргізбегеннен келтіретін рискті айтайын. Жоқ, кіргізгеннен мысалы қандай рисктер болуы мүмкін? Жоқ, мен сосын сонан кейін көресіз. Вообще риск жоқ деп айтып отырмын. Сіздің сұрағыңызға жауап бердім. Не үшін жоқ екенін айтайын деп отырмын енді. Қарапайым ғана біздің логистика саласы өлді дедік. Бізде логистика саласына қазіргі таңда, мен осыдан 2 жыл бұрын ғана сол аутизммен айналысып жүрген кезде зерттегенмін, 2800 автокөлік керек, кемі. Біз жағы жүк көлігін таситын себебі неге? Біз Қытаймен екі ортада Ұлы жібек жолында отырмыз. Бізге утилизациялық алымның жоғарылығынан ондай көлік алып келе алмаймыз. Біздің автопарк, логистикалық компаниялардың автопаркі толық ескірген. Енді қызықты айтайын. Ақша сыртқа кетпеу керек деп жатсыздар ғой. Біздің бүкіл кедендік одақта болғандықтан бүкіл белоруссиялық, жағы еуропалық, польшалық компаниялар бізге Қазақстанға компаниясын тіркеп, временный учетқа несін КамАЗдарын, жағы фураларын қойып, біздің жүкті, Қытайдан шығатын жүкті Еуропаға тасып жатыр. Қыруар миллиардтаған қаржы жерде. Ал бұл жерде кім ақша жоғалтып отыр? Қазақстан жоғалтып отыр. Неге? Утилизбор шектеулерін енгізген үшін. Хотя біз грузовик өндірмейді, даже мына біздің жасап отырған. Яғни сол кездегі мына КамАЗдың нәрсесін лоббировать етеміз деп орыстың зауыттарын. Бірақ шыққан бір КамАЗ жоқ әлі біздің Қазақстаннан. Бір жүк көлігі жоқ шыққан, таситын сол үлкен фура не қылатын. Ондықтан бұл жерде біз керісінше кіргізбегеннен үлкен риск бір саланы өлтіріп жатырмыз, логистика. Бірі ауыл шаруашылық саласын айтып кеттім жаңағы. Комбайн утилизбор енгізгелі бері X3 есе қымбаттап кеткен. Бүкіл ауыл шаруашылығы. Соның кесірінен техника қымбаттайды. Техника қымбаттағаннан кейін ол ауыл шаруашылық өнімдерінің үстіне үстеме баға болып есеп қойылады. Оның кесірінен тамақ қымбаттайды. Тамақ қымбаттаған не? Әлеуметтік дүмпуге алып келеді. Кім бұл жерде зиян шегетін, рискке баратын? Мемлекет. Ондықтан бұл утилизбор Қазақстан экономикасының өзегіне түскен жегі құрт. Бұл тек қана біз автопромды мемлекеттің тарапынан қаржыландырып түрлі шектеулер жасаймыз деп, бұл жасап отырған әрекет, бұл бүкіл экономикасына түсіп отырған жегі құрт. Бұл түбегейлі бәрін, яғни жегі құрт не істейді? Өзегіне түскен ағашты құлатып тынбады. Ондықтан бұл ойнайтын нәрсе емес. Ал елде автохлам көбейеді, ескі құсқының бәрі кіреді деген риск бұнда жоққа шығарамыз, Міндетті түрде. Яғни утилизбор енгізгелі бері кірген автокөліктердің санын қараңызшы, кіргізбеген кездегі 2015-ке дейінгі статистиканы мен сізге шығарып бере алам. Яғни ол кездегі біздің орта жасы, біздегі қолданыстағы автокөліктердің жасымен 15 жылға дейінгі утилизборды енгізгенге дейін, және утилизборды енгізгенге дейінгі есептейтін болсақ, 7-8-10 жылға ескіріп кетті. Не себеп сонда? Жаңағы неге азаматтар сырттан көлік кірмейді ғой, дефицит қой. Бар көліктің бәрі ескі құсқы, сырттан алып келген көлікке рәсімдеуге ақшасы жетпейді, сондықтан ол ескіреді. Ал мыналар жергілікті нарықты қамтамасыз ете алмай отыр. Хотя берген уәделерінде бағана мен айтқан $1 миллион берген кезде біз Қазақстанды қамтамасыз етіп, Ресейге сатамыз деген уәделер болған. Қайда? Біздің бар жоғы 20 миллион халықты қамтамасыз ете алмады. Яғни недееспособный, шала жансар іске алғысыз. Бұндай моментте не істейді? Басқа сала болсыш мемлекет баяғыда жауып тастайды, мысалы. Бірақ біз әлі күнге дейін таңғаларлығы, әлі күнге дейін соны ал сырттан келетін көліктердің, егер утилизборды алып тастаса, сырттан келетін көліктердің жылына шектеу қою деген сіз келісесіз ба? Иә, оны келісуге болады. 7 жыл, мысалы 10 жылға дейін деген секілді. Қазір мысалы 2014 жылғы көлік, қазіргі біздегі жүрген автопарктегі көліктің несіне қарасаң 10 жылға жаңа.
ең жаңалары қазір 90-шы жылдарғы көліктерге дейін жүр. Ондықтан бұл жерде қайта автопарк жаңарады, ескірмейді. Бізде шектеу қою керек кіретін көліктерге ол кезде. Кіретін көліктерге шектеу қою керек та, сонан кейін реттеп өткені Евро 4 стандарт қай кезден бастап не қылдық? Сол стандарт бойынша алып келіп кіргізе беру керек болды. Евро 4, Евро 4 стандартымен. Өйткені Европаның өзінде ол стандарттан Евро 3 стандартымен әлі күнге дейін жүреді. Енді қазір Санжар Боқаев соңына дейін барып қанша айналысқанмен де жеңіледі дегенге келіп отырған мәселе. Себебі утилизбордың, мен түсінгенім бойынша утилизбордың көлемін белгілі бір шекке дейін тағы төмендетеді. Бірақ алып тастамайды. Алып тастай қоймайды ау. Менің ұғымымда өйткені алып тастауға пейілді тарап, бағана айтып кеттім ғой, кішкене өз білінеді. Компромиске неге келе бастағаннан. Бұл жерде ондай тарапты мен көріп отырған жоқпын. Ғана жиналыстарды, қитұрқылықтар түрлі телефонмен кіргізбей, өздер телефонмен отыру, осын қаншама конструктивті ұсыныстар айтты. Утил алымға қарсы топтың өкілдері, мынаны былай жасайық, мынаны былай жасайық деп. Бәрін қоқысқа тастап отыр. Бұл конструктивті келісімге келуге пейілді топтың әрекеті емес. Ал сіз енді бұл тақырыпқа қайтып кірмейсіз? Жоқ, менің айналысатын салам бар. Яғни ол салада да менің әлеуметтік жүгім жетерлік. Яғни қоғамның әлеуметтік аз қамтылған өкілдері бұл спортшылар, оның үстінде кәсіби спортшылар, бұларды өмірден өз орнына табуға әрекет ету, бұл менің қазіргі таңдағы соңғы 10-15 жылдағы айналысып жүрген кәсібім. Яғни әлемдік ареналарға шығару, үлкен сол арқылы мемлекеттің имиджін жақсы қалыптастыру. Тек қана бір Геннадий Головкиннің прецеденті қаншама балаға үлкен ынта берді, жігер берді, және оны Қазақстанды әлемде Америкаға тағы басқа жерге барып, Қазақстан десем біле бермеуі мүмкін. Бізді мына миллиардтаған қаржы шашқан эксподан әлдеқайда тиімдірек екенін көрдім. Яғни Triple G десең бәрі таниды, Қазақстан десең ешкім танымайды, экспо десең вообще бетіне күліп қарайды деген секілді. Ол не бәле деп. Ондықтан осындай тұлғалар даярлап шығару деген нәрсені қолға алғандықтан осы салада жұмыс жасап жатырмыз. Және бұның бір ең үлкен әлеуметтік жүгі, бұл сала, бұл тап өкілдерімен айналыспасаң, бұл мемлекеттің ең үлкен проблемасына айналатын әлеуметтік тап өкілі. Оны Көлекбаевтардың, Кариевтердің прецеденттері дәлел бұған, өзіңіз білесіз. Теріс жолға түсіп кетеді спортшылар деген мәселе бар. Қылмыс әлеміне кетеді. Қылмыс әлемі бар, тағы да жат ағымдар, діни ағымдардың етегінде кетеді деген секілді. Ұстағанның қолында, тістегеннің аузында қолшоқпар болып кетеді. Ондықтан бұл да айналысуды және түбегейлі бел шешіп айналысуды қажет ететін, қоғамдық тұрақтылыққа тікелей әсер ететін әрекет. Ондықтан бұмен бұндай немен де біреу айналысу керек қой, бұл саламен де. Ондықтан осы саладағы қызметімді жалғастырдым және жалғастыра берем деген ойдамын. Бірақ жігіттерді үнемі қолдаймын. Головкин демекші, Олимпиада комитетіне төраға болып келіп реформаларды жүзеге асырады деп президент сенім білдіріп отыр ғой. Мұндағы қазір болып жатқан өзгерістерге пікіріңіз қандай? Шын мәнінде сенеге тұратын өзгерістер болып жатыр ма? Енді бұл жердегі өзгеріс дегенде ең бір не ғана соңғы берген сұхбатында айтылғаны, енді АИБАдан бас тартып неге өтуге, World Boxing'ге өту керек деген әрекет жасап көрем, соған ұсыныс айтам деді, бірақ енді ол федерацияның өзінің еркіндегі дүние деп айтты ғой енді. Сондай әрекеттері, батыл қадамдары бар, бірақ енді оны қаншалықты нәтижелі болды, белгілі бір уақыт өткен кезде ғана көреміз. Енді дәл қазіргі таңда тағайындалғаны кеше бір іске асқан жобасы әзіргі күнге жоқ. Енді бір үлкен лакмус қағазы алдағы Олимпиада болады деп ойлаймын енді. Олимпийский цикл. Енді сосын бір нәрсе біздегі спорт саласындағы кез келген функционерге өте аз уақыт береді. Мен ұсынысым кемінде 2 олимпийский цикл беру керек. Яғни белгілі нәтижелер жасау үшін. Ондықтан кеше келген адамнан нәтижен қайда деп сұрауда ұят болады. Даже тіпті мынау олимпиадалық циклдің өзі үлкен көрсеткіш болмайды. Себебі бұл бүкіл болары болып бояуы сіңгеннен кейін келді ғой, енді ноктың төрағасы болып. Сондықтан одан кейінгі олимпиадалық циклға дейін оған басшылық беретін, мүмкіндік беретін болса, үлкен өзгерістер болатын шығар деген үмітім бар. Ережесіз жекпе-жекті мемлекет мүлдем қолдамайды. Ережесіз жекпе-жек дегеннің өзі қате, аралас жекпе-жек деп айтылады. Өйткені бұнда уже 15 жылдан бері ереже бар. Қазір олимпиадаға кіруге үміткер спорттардың бір түрі. Сондықтан бұл жерде бұның әуесқой түрін біздің аралас жекпе-жек федерациясы
федерация. Кейбір жағдайда мемлекеттік құрылымдардан, мемлекетке подведомство организация дейді ғой, қаржыландыру мүмкін. Ал біздің кәсіпқой аралас жекпе-жек лигалары көпшілігі, біз жеке өзімнің лигам айтатын болсақ, біз өкіметтен 1 теңге алмаймыз. Біз керісінше салық төлейміз өкіметке. Сізде октагон? Иә, октагон лигасы. Біз тек демеушілердің қаржысына, өзіміздің бизнес модельдерінің қаржысына өткізіп келе жатқан ұжымбыз. Яғни спорт саласындағы бизнес процесті қалай жүйелеу керек деген нәрсені бастан аяқ білетін қауымның өкілдеріміз. Ал бұны енді мемлекеттік модельге алып келіп икемдеу деген 5 минуттық нәрсе негізі, бірақ егер бұл жерде мемлекеттің өз мүдделі болатын болса. Неге мүдделі емес? Оны мемлекеттен сұрау керек. Енді оны уақыт өте келе көреміз. Қазір біз нақты бір жоба жасап жатырмыз, үлкен бір проект IT. Өзімізде тестировать етіп көреміз, сосын әлемдік алпауыттарға ұсынамыз, сол ұлттық олимпиада комитетіне ұсынып көреміз. Сол кезде белгілі болады, шынайы өзгерістерге дайын ба, дайын емес па. Яғни кез келген саладағы ең үлкен проблема бұл жемқорлық. Яғни жемқорлықты түбімен жоятын дүниені біз ойлап тапқанбыз, дәл осы спорт саласындағы. Оны әрекетін жасап көреміз. Егер қабылдаса, демек өзгеруге пейілді. Егер қабылдамаса, онда түсінікті. Енді сіз араласатын мәселелер бір-біріне кейде алыс, бірде жақын мәселелер бар ғой. Учились борды айттық, міне енді аралас жекпе-жекті айтып отырмыз. Сіз мынау қоғамда үлкен талқы болған латын әліпби мәселесімен де айналысқансыз, жаңа есіме түсіп отыр. Бірақ бұл да кейін бір арты сиыр құйымшақтанып кетті. Латын әліпбиі. Қазір енді латынға көшеміз деп Назарбаев бір айтты, кейін қайтып шегердік, әртүрлі ұсыныстар болды, қаншама ақша шашылды алфавиттің нұсқасын жасауға. Сөйттік те енді әлі де кириллицада отырмыз, жан-жағымызға қарап. Бұның нүктесі қойылмай ма қазір енді? Кезіндегі нақты бір шешім қабылдап, саяси шешім қабылдауға, кезіндегі биліктің деп айтуға келе ме екен, келмес пе екен, саяси ерік-жігер жетпеді деп ойлаймын мен бірінші кезекте. Осын екінші кезекте көбіне бұл отвлекающий маневрға айналып кетті, латын тақырыбы. Яғни қоғамда бір жер мәселесі, тағы да бір өзекті мәселелер көтерілген кезде, сонымен параллельно осы латын тақырыбын көтеретін. Бұны енді басында біз түсінбегенбіз, жастау кезде 7-8 жыл айналыстық бұл мәселемен. Шынын айтқан кезде біз кәдімгідей жұмыс тобы болып, ерікті өз қаржымызды шығарып, латын жобасын жасадық. Яғни альтернативті қазіргі біздегі бұған дейінгі ұсынылған бүкіл жобаларға қарсы. Сеніп қалдыңыз? Иә. Жоқ, сенгенде қалай, біз нақты шынайы латынға өтуге пейілді екен деп ойладық. Бірақ бұл жерде артында көптеген саяси ерік-жігер керектігін деген секілді нәрселерді біз ол кезде түсінген жоқпыз. Кейін бар уақыт өте келе түсіндік қой. Сондықтан егер қазіргі таңдағы қазіргі билік саяси ерік-жігері жетіп, бұны бір нүкте қоямыз дейтін болса, нақты кез келген ұсынушы тараппен бұл айтқан кезде жаңағы келіссөзге түсіндіру жұмыстарына барып дәлелдеуге дайынбыз. Біздің ұсынғанымыз, сізбен біздің барлығымыз күнде айфонда кез келген үйде қолданып жүрген ағылшын тілінің жаңағы классикалық латын әліпбиінің 26 қарпіне негізделген. Бұл велосипед ойлап табудың қажеті жоқ. Бұны тура Байтұрсынов, Ахмет Байтұрсынов 20 ғасырдың барысында араб қарпіне негіздеп, 25 қарпке негіздеп, қазақ тілінің алфавитін жасап шыққан. Әлі күнге дейін Алтай қазақтары, Қытай қазақтары қолданады бұны. Яғни қолдана отырған сол қазақтарда әлі күнге дейін қазақ тілінің дыбыстау заңдылықтары сақталған, қазақ тілін толық өзінің сүбелі күйінде сақталған осы аймақта ғана шындап келген кезде біздің дыбыстық артикуляциялық базамыз сақталған. Бұны біз тура сол принципті алдық та қаріпті латынның 26 классикалық әрпіне икемдедік. Ешқандай қазақ тілінің ешқандай дыбысы жоғалмайды. Яғни қ болсын, ө болсын, ә болсын бәрі түгелдей не қылатын жүйесін жасап шықтық. Бұл бір. Екіншіден ең үлкен мәселе soft power деген мәселе. Мынаның ішін бәрі тұрған мынаның өзінің қорабы әрі кеткен кезде $200-300 болуы мүмкін. Бұның ішіндегі soft power ең қымбат, яғни программирование, язык программирование. Бұл ең қымбат дүние осы. iPhone әлемге сол soft power сатып отырған компания, яғни бұл сыртын емес. Бұл жерде біз көп ортадағы прокладка мемлекеттерден алып отырмыз. Яғни осы кезге дейін Ресей арқылы өтетін жоба программаларды алып отырмыз.
біздің бүкіл қаржылық системамыздың барлығы ресейлік. Яғни 1С программа болсын, архитектура саласындағы программалар болсын, кез келген автоматизация саласындағы жобалардың барлығы біз ресейлік бағдарламаны қолданып отырмыз. Яғни бұл ұлттық қауіпсіздік мәселесі. Тым ақыр аяқ біздегі ПВО-лардың өздері ресейлік бағдарламамен неғылады. Бұның қаншалықты қауіпті екенін ойлаңыз. Яғни біз егер латынға өтетін болып, язык программирование өзгертетін болсақ, бұл нәрселердің барлығынан тәуелділік кетеді бізде. Яғни біз шынайы көрші мемлекеттерден тәуелді мемлекет болатын, Сингапур сияқты, Малайзия сияқты сондай бір керемет мемлекет жасауға мүмкіндік болады. Бұл латын деген тек тілдің ғана мәселесі емес, бұл жерде шынайы тәуелсіздіктің мәселесі. Яғни экономика, кез келген салалардағы софт-пауэрді біз өзіміздің қазақ тілінде жазып шығуға мүмкіндік болады. Яғни кириллица арқылы емес, транслитерация арқылы емес. Біздің негізгі көтерген саламыз осы болатын, яғни комплексті сондай шешім жобасын ұсынған болатынбыз. Бірақ өкінішке орай біз мүше болған үкіметтік комиссияның құрамында барлығы 4 комиссия болатын болса, 4 комиссияның 4 жігіт ғана кіргізді. Әр комиссиядан бір дауыс беруге салған кезде 40 кісі бір жақ, 40 кісі бір жақ деген секілді бұл нәрсені түсінбейтін. Мен сізге бір нонсенс айтайын. Латын графикасына өту жұмыс тобының құрамында бірде-бір классикалық латын графикасын пайдаланатын мемлекеттің тілдің маманы болған жоқ. Бізден басқа. Сенесіз ба? Яғни осы сіздер көрген әліпбилердің ешқайсысын ағылшын тілін білетін, немесе итальян тілін білетін бірде-бір маман жасап шықпаған. Барлығы не түріктің, не Әзербайжанның тілінің копиясын алып көшіріп, өзбек қарақалпақтың несін графикасын алып пайдаланған, солардан былай айтқан кезде плагиаттық жобамен ұрланған жобалар болды. Бірде-бір әлем қайда бара жатыр, біздің латынға өткендегі нәрсе не негізгі сол кездегі президент Назарбаевтың көтерген мәселесі дұрыс болатын. Яғни біз әлемдік технологиялармен бірге в ногу дейді ғой, ілесе отырып жасауымыз керек деген, сол үшін латынға өтпек болды. Сол мақсат ұмыт қалды. Алдыда біздегі жұмыс тобына мүше шалдар, ой, біз бір түркі нелеріміз, біз түріктен көшіруіміз керек. С какой стати біз түріктің қол астына кіруіміз керек? Яғни орыстың қол астынан шығып, түріктің қолбаласы болуға біз қарсы болдық. Яғни біз жеке дербес нәрсе жасауымыз керек деген нәрсе. Сол кезде бізге түріктер келеді, сол кезде бізге немістер келеді деп біз бұны мен Германияда Берлин Хумбольдт университетінде стажировкадан өткен кезде ол жердегі түркология мамандарына, филолог мамандарға, лингвист мамандарға аккредитация жасап, апробация жасап не өткізгенмін. Семинар өткізіп, олар түгелдей қолдап өзінің рекомендациясын берген. Жақсы, мынау дұрыс. Егер сенде мынаны дұрыс іске асырсаңдар, бізде өткен оларда да умляуттар бар немістерде. Түріктерде де осындай нәрселер бар, проблемалар. Яғни түріктің араб қарпінен қазір латын қарпіне өтіру историясын білесіз бе? Ататүріктің алып бір түнде жасап шыққан қарпы ғой қазіргі пайдаланып жүрген. Яғни ол қазіргі заманауи IT технология бейімделмеген. Ататүрік қай кезде билік құрды, сол кезде лишь бы мынау діни догматиктерден арылу үшін, араб қарпінен арылу үшін жасап шыққан бір түнде алып, 40 қожа молдаларды апарып, теңізге ағызып жіберіп өз жасап шыққан дүниесі ғой, өйткені мына діни догмадан шаршап кеткендіктен. Сөйтіп реформа жасағандағы пайда болған графика былай шындап келген кезде. Бұл жерде ешқандай бір қазіргі ойбай осында IT болады, басқа болады деген сияқты нәрсені ескерілмеген. Бұларда да бұл проблема. Біз латынға өтетін болсақ, мысалы 26 қаріпке негізделген латынға өтетін болсақ, біз бір оқпен бір емес, бір 20-30 қоянды бірақ ататын жағдайымыз бар. Яғни бұл IT саласы болсын, экономика тағы тіл саласы болсын, одан бөлек біздің жер су атаулары, аббревиатуралар түгел бәрін реттеп алуға мүмкіндік болады. Біз былай айтқан кезде кез келген салаға, бүкіл әлемде қандай сала бар, мысалы кез келген мемлекетте соларға икемделіп қалай қолдануға болады деген жобасын 8 жыл бойы жасап шыққанбыз. Бұл жоба әлі күнге дейін тұр. Енді қазір ғылым министрі саясат Нұрбек келді ғой, түсініп көреміз. Енді кішкене бірнеше тіл білетін маман ғой. Егер қабілетті болатын болса, күнделікті текучкадан босап бір кішкене бір сәл бір өзін көрсететін реформа жасауға пейілді болатын болса, ұсынып көреміз. Бұл түбегейлі жасауға тиісті және күн тәртібіндегі мәселе. Әсіресе қазіргі геосаяси мәселелерді ескере отырған кезде жасалуға тиісті дүние деп ойлаймын. Отарсыздандыру деген нәрсе күн тәртібінде тұратын болса, және бұл влоп болмай саяси бірдеңе демей, мәдени культурный нәрседен бастау керек дейтін болса, дайын проект бар бізде.
Жақсы. Нұреке, рахмет, келіп ой бөліскеніңізге, пікір білдіргеніңізге, барлық бастамаларға сәттілік тілейміз. Рахмет. Бұл Абай Лайф YouTube арнасы. Осы сұхбатқа ой жазып, пікір қалдырыңыз. Амандықта, саулықта жүздесейік.